Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ардақты желі қолданушылар, қалайсыздар, амансыздар ма? Біздер бау-бақша егу бабында және оның ішінде ағаштарды пластикалық торбалар арқылы суару деген тақырыпта контент бастаған болатынбыз. Аллахтың мейірімділігімен, Аллах субхана тағала береке берсін. Так, осы бапта бір тәжірибе жасап көрген болатынбыз. Яғни бізде ағаштар үйдің айналасында осындай айналып егілген болатын. Түсіндіріп өтейін. Мына қатарда екі қатар ағаштар, бұлай. Мына қатарда екі қатар ағаштар. Енді сүрі түсініп отқан шығарсыздар, бүйтіп бөлек-бөлек егіледі. Мына қатарда екі қатар ағаштар. Осылай егілген болатын. Енді маған әуелде айтқандай, әрбір қатарда пластикалық торба жатыр және ода штуцер тұр. Яғни шләңгі соған кейлет, осы қатар суарылады. Шләңгі суырып алып, мына қатарға саламыз, осы қатар суарылады. Шләңгі тағы шығарып алып, мына қатарға салып, мына қатар суарып. Әуелде осылай ағаштарды суарып жүрген болатынмын. Осы сезон тәжірибе жасап, осы ағаштардың барлығына бір жерден кран жалғап, сол кранды ашу арқылы осы ағаштардың барлығына су суарам деген тәжірибемен іс бастап кеткен болатынбыз. Ол нәтижесі дәл осылай жасалды. Яғни барлық ағаштардың аймақтарына дәл осы системамен пластикалық торбалар жалғанды да. Бірақ біз ойлағандай болмай қалды. Мына жерде давлениені байқап отырсаңыздар, 50 сантиметрге дейін шашып тұр. Басқа қатарларында, яғни ағаштың дәл осының арқа қатарлары бар ғой, кран басталмай жатқан бөлігінде давление ондай емес, мынандай давление 20 сантиметрге де жетпейді. Енді бұл мына қатар толып кеткен кезде, ана қатар әлі енді ызғарлап бастап атады ағаштың түптері. Ең бірінші мен қорыққан осындай болады деген проблеманың біріншісі. Сонда былай жобалап көрсетіп шығайын, бәрін айналып. Ютубқа салып отырық қой. Ютубта алхамдулилля уақытта шектеу жоқ. Үйден келген тұсы, мына жерде бір кран бар. Мына қатар, екі. Ол негізгі ағаш бастап отқан қатар. Ал мына қатар, ол екінші деп есептейтін болсақ, өстіп бәріне су ағып келеді. Біз барлығын түсіндіріп айтатын. Сосын мына бір жерден бұрылып, мына жерден бұрылады да, келесі қатарға көшетін. Мен бұрылдым қазір. Келесі қатарларда жаңағы ағып атқан давление жоқ уже. Арқа жақтары. Мына жерде екі ағаш ұстамай қалды, соның орны бар. Мына жақтарда шлейді, ондай емес даже. Сондай проблема кездесті, және мына жерден шығады да. Келесі қатарға көшеді. Келесі қатардағы ағаштардың давлениесі осындай. Енді мен осы проблеманы пока уақытша жою мақсатында осы давлениесі күшті қатардың ағаштары түптері суға толғаннан кейін оны бір шөп тәрізді нәрселермен бетін жауып қоямын. Тесіктерін бітеп тастаймын. Сонда ана арқадағы қатарларға не істейді? Осы давление бөліп барады. Әзірге сөйтіп ұйымдастырып жүрмін. Бірақ жалпы болашақта тағы бір тәжірибе жасап көремін иншалла. Ол тәжірибе мына орын бар ғой. Бастап отқан орында сірә крандары бар ғой. Мына жерде бар. Яғни біз мынаны жауып тастап, мынадан бұлай тіке, мына бір екі қатарға. Бәрібір де сондай болайын деп тұр да. Білмеймін, әйтеуір екі қатардан бөліп тастауға болады. Яғни мына кетіп отқан, мына қатарға кетіп отқан пластикалық торбаларды жабу керек. Сосын мына қатарға кетіп отқан ағаштардың түптерін
Бірінші суарып алып, мына жақта бөлек ашатындай бірдеңелер ұйымдастырып көруге болады. Немесе төрдегі қатарлар бар, жаңағы давлениесі аз деген қатарлардың тесіктерін кеңейту керек. Мысалы, мына жерде 2 мм болып, онда 2 мм болып тесілген болса, барлығында ол жақты 4 мм қылып тесу керек. Мына жерлер осы 2 мм-мен қалу керек деген ойлар шығып жатыр осы тәжірибеден кейін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірге жазып кетіңіздер. Осындай тақырыпта арнамызда басқа да контенттер, видеолар бар, соны қарап тамашаласаңыздар болады. Аллах субхана тағала істеп жатқан істерімізге береке берсін.